Іс бойынша 2024 жылдың қазан айының 3-нен 4-не қараған түні сол қамажай дүкенінің қасында қандай оқиға орын алды және өзіңізге белгілі мән-жайлардың бәрін айтып беріңізші? Жоқ, дүкен қасында болған жоқ, мен үйде жұмыстан кейін ұйықтап Мен жатқанмын. түсініп тұрмын, көргеніңізді сұрап тұрмыз. Ұйықтап жатқанмын үйде, тарсылдатты бір екі хлопоктар болды. Сосын мен ойладым, ана постоянно бізде что-то Руставельде мотоциклдер айдайды жастар. Сол шығар деп жата бергенмін. Сосын әйелдің дауысын естідім, бой беріп жатқан. Скорый шақырыңдар деді ма, бірдеңе сондай. Балконға шықсам, қарасам, 10 шақты жігіттер жүгіріп барады. Бір жігіт тепкілеп жатыр, сосын мен айқайладым, жігіттер қоя тұрыңдар, өлтіресіңдер ғой деп. Все, басқа ештеңке. Коротко. Сағат қаншаларда дедіңіз? Қараған жоқ мен сағатқа. Қараңғы уже не болса. Сіздің терезеңізден қараған кезде жалпы қамажай дүкені анық көрінеді ма? Ой, жоқ, көрінбейді. Дүкен көрінбейді. Қамажай дүкені... Крышасы көрінсе, байқамаппын. Жақсы, жаңа төбелес аяқталған кезде автокөліктер көрдіңіз ба сол жерден өтіп жатқан? Жоқ, бір жігітті тепкіледі, болды, соны көрдім тек. Соны ғана көрдіңіз. Жақсы, сол тепкілеген сәтті толық айтып беріңізші. Кім бірінші келді, кім жақындады, қасында кім болды? 10 шақты жігіт жүгіріп келіп, жігітті тепкіледі. Болды басқа мен бүйтіп, мне близорукость. Оның түрлерінде айта алмаймын, бұлар ма, бұлар емес па. Жақсы, жерде жатқан адам қандай киімде болды, көрдіңіз бе? Ой, ондайды. Онда көрмедіңіз ба? Қасындағы әйел адам көрдіңіз бе? Әйел адамды көрген жоқпын, бірақ біреу айқайлағанын естідім. Не деп айқайлады сол кезде? Көмектесіңдер, скорый шақырыңдар деп, сондай примерно. Точно айта алмаймын. Примерно солай айқайлады. Жақсы.